Уақыт алтын, бірақ уақытты сатып алу үшін ешқандай алтын жеткіліксіз. Егер адам ұзақ уақыт бойы басқа біреудің баспалдағымен көтеріліп жүрсе, онда өз баспалдағын таппас бұрын төмен түсуі керек. Ойларыңызға мұқият болыңыз. Олар әрекеттердің басы. Сабырлы, еркін және жомарт болу – бұл дәрі. Сіз айттыңыз, мен сендім. Сіз қайталадыңыз, мен күмәндандым. Сіз талап ете бастадыңыз, мен сіздің өтірік айтып жатқаныңызды түсіндім. Өзің түзел, сонан соң өзгені түзе. Жалығу мен тарығу жаныңның терезесі мен есігі. Өзіңнің өтінішіңді орындамағандарға өшпенділік жасама. Сізді ашуландыратын адам басқарады. Мені ренжіткендерді кешіру арқылы әрқашан жоғарылай аламын. Кішкентай қиындықтарға шыдамаған адам ешқашан ештеңені аяқтамайды. Егер сіз өз жетістігіңізді басқалардың мақтауы мен кінәлау өлшемімен өлшесеңіз, сіздің уайымыңыз шексіз болады. Сіздің үйіңіз, сіздің тыныштығыңыз. Сырты қатты, іші жұмсақ болғанша, сырты жұмсақ, іші қатты болған абзал. Егер сіз депрессияда болсаңыз, онда сіз өткен күнмен өмір сүресіз. Егер сіз алаңдасаңыз, болашақпен өмір сүресіз. Егер сіз бейбіт жағдайда болсаңыз, онда сіз қазіргі уақытта өмір сүресіз. 1000 шақырымдық жол алғашқы қадамнан басталады. Басқаларды басқара білген адам күшті, ал өзін басқара білген адам одан да күшті. Көп сөйлейтін адам сәтсіздікке ұшырайды. Жеңіске аз уақыт қалғанда берілу, әсіресе азғыру күшті болады. Қызаруға қабілеттілердің жүрегі қара болмайды. Өзіңе өзің сене алмасаң, жұрт саған қалай сенбек? Алдау, арбау арқылы қызмет бабында өсуге тырыспа. Жақсы адамның сөзі де, ойы мен ісі де ізгі. Адамдарды соңыңнан еріткің келсе, олардың соңынан жүр. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге де күші бар.